Алакөл және Балқаш көлдерінің жағалауын тұрақты күтіп ұстауды қамтамасыз ету мақсатында Алакөл тазалық және Балқаш тазалық мекеме коммуналдық кәсіпорындары құрылды. Суда жүзу құралдарының қозғалысын бақылауды күшейту және демалушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында облыста жалпы су пайдаланудың қағидалары бекітілді. Сол қағидалардың нәтижесінде Алакөл көлінде бізде ешқандай оқыс оқиғалар орын алған емес. Туристер арасында ең танымал орындардың бірі бұл Алакөл көлінің жағалауы. Келушілер үшін көлге дейін көліктік қолжетімді қамтамасыз етілген жол ашылды. Атап айтқанда автомобиль жолдары мен әуежайдың ұшу-қону жолағы қайта жаңғыртылды. Жаңағы аэропорт Боинг типті ірі ұшақтарды қабылдап, ірі қалалардан тікелей рейстер ашуға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда сол аэропортты мощность дейміз ғой, ұлғайту үшін жобалық сметалық құжаттамасы әзірленді, ары жұмыс жалғасатын болады. Бұған қоса Астана, Алматы, Өскемен, Семей, Ақтоғай, Қызылорда және Павлодар қалаларынан қатынайтын пойыздар саны да артты. Жазғы маусымда Алматы мен Талдықорған қалаларынан Үшарал қаласының автостанциясы арқылы Талдықорған, Өскемен, Павлодар, Семей, Алматы, Семей, Алматы, Өскемен облысаралық автобус маршруттары транзитпен өтеді. Соңғы уақытта көл жағалауындағы демалыс үйлері мен базалардың ұлғаюына байланысты электр желілерінің үзілуі, кәріздің тазарту құрылысының болмауы, сондай-ақ қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері туындады. Бұл мәселелер кезең-кезеңмен шешілуде.